Қарапайым лабыр жапырағынан үй жағдайында бетімізді нәрлендіретін, жасартатын, ұсақ әжімдерді кетіретін керемет маска түрін көрсетемін. Жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге осылай құрғақ лабыр жапырағы керек болады. Лабыр жапырағы кез келген үйден табылады. Енді осы лабыр жапырағын осылай кофе ұнтағышқа салып, жақсылап ұнтақтап алатын боламыз. Осылай саламыз. 1-2 минут жақсылап айналдырып, ұнтақ дайындап алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Өте оңай және нәтижесі керемет масканың түрі. Міне бізде дайын болды. Лабыр жапырағын ұнтағы. Енді осылай аламыз. Бізге шұңқыр ыдыс керек болады. Шұңқыр ыдысымызға 1 ас қасық лабыр жапырағын ұнтағын саламыз. Бізге осы жеткілікті. Енді бізге табиғи бал керек болады. 1 шай қасық табиғи бал. Менде қою түрі, сұйық түрінде қолдансаңыздар болады. Табиғи болса тіптен жақсы болады. Келесі бізде сұйық май. Зәйтүн майын қоссаңыздар да болады. Түрлі косметикалық майларды да қоссаңыздар болады. Енді осы үшеуін жақсылап араластырамыз. Осылай біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Бұл маска сіздердің беттеріңізді нәрлендіреді, жылтыратады. Өз жастарыңыздан әлде қайда жас көрсетеді. Ұсақ әжімдердің кетуіне көмектеседі. Дайын болған маскамызды жуылған таза бетімізге жағамыз. Қазір мен сіздерге қолыма жағып көрсетемін. Осылай қою маскамызды алып, таза бетімізге жағатын боламыз. Көз айналасына да жағуға болады. Осылай 5 минут массаж жасайтын боламыз бетімізге. 5 минут массаж жасап болғаннан кейін 15-20 минутта бетімізде ұстаймыз. Он 15-20 минуттан кейін бетімізді жылы сумен жуамыз. Артынан өздеріңіздің кез келген кремдеріңізді жаға берсеңіздер болады. Сіздерге ұнаса маған тіркеліңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өз нәтижелеріңізбен маған кері байланыста жаза кетіңіздер. Әрқашанда әдемі болып, жайнап, құлпырып жүре беріңіздер.